Тарих көшінде үнемі жетіліп дамып отырған, атадан балаға мұра болып қалған күй өнері қазақтың бүгінге дейін сақталып келген мұрасы. Ол кезінде халқымыздың сырласы да, мұңдасы да болған. Биыл күй атасы 19 ғасырдың басында халық жанашыры, бостандық пен еркіндікті аңсаған, күйі халыққа рух берген дарындардың бірі Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл толып отыр. Қайырлы күн қадірменді ауыл тұрғындары, бүгінсе ауылдық мәдениет Инстаграм парақшасының Инстаграм желілеріне қосып жатқан инста көрермендер. Күй атасы айтылған қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 2 жыл толуына орай күй атасы Құрманғазы атты онлайн күй кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. 2 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Күй атасының атанған Құрманғазы Сағырбайұлына күйлерінде азаттық аңсап, бостандықты жырлап өткен дара тұлға. Күй өнеріміздің негізгі салушы Құрманғазы шығармашылығы бүгінгі мұра болып, жетіп рухымыздың қазынасына айналып отыр. Құрманғазы Сағырбайұлының шығармашылығына қазақ халқы музыкасы орасан зор ықпал етіп, оның шығармалары халық жанынан мәңгі сақталады. Рахмет, тыңдағаныңыз. Өз алдына келтіреді. Құрманғазы күйді тыңдаушысын бай сазымен, кербес нақышымен, жігерлі қуатымен орындатып, ұшқыр екпінімен баурап әкетеді. Күйлерінің көпшілігі тақырыбы бар, құрылым жағынан бір жүйеге түскен ауқымды туындылар, күйші домбыраның орындау әдістері, аспаптың дыбыстық және техникалық бай мүмкіндіктер мейлінше толық қолдана білген. Құрманғазы күйлерінің ерекшеліктерінде күйдің шарықтау шегінің, яғни кіші саға мен үлкен сағаның жазыла суының арқасында домбыра диапазоны толық игеріліп, күйдің өздік өлшемімен ырғағы шығарманың өне бойында ауытқымай сақталып отырады. Күйлерінің шығу тарихына тоқталып өтсек. Туып өскен жері Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жидел деген жер. Топырақ бұйырған орны Астрахан облысының бұрынғы Шайтани батаға, қазіргі Құрманғазы төбе деп аталатын жер. Шыққан тегі кіші жүз 12 ата байұлынан өрбіген сұлтан сиықтың қызыл құрт бұтағы болып табылады. Құрманғазының 7-ші атасы Ерші деген кісі от тілді, орақ ауызы, сөз дарыған адам болыпты. Ал нағашы жұрты Беріш руы. Қалмақ шапқыншылығы кезінде асқан ерлігімен көзге түскен Ағатай батырдың есімі Иісі Берішке ұран болған. Одан берде Өтеміс би Махамбет Өтемісұлы, Исатай Тайманұлы бір ғана Беріш руының емес, Иісі қазақтың ардақты ұлдары. Құрманғазының өмірі ғұмыр кешкен уақыты әсіресе оң солын танып, өмір тіршілікке белсене араласа бастаған кезі мейлінше күрделі еді. Бұл кезең патшалық Ресей жүргізген отаршыл саясаттың ең бір қарқын алған, әбден құныққан, шектен шыққан шыға бастаған кезі болатын. Қашанда ел басына келген нәубеттің ауырлық тауқыметі ең алдымен еңсесі биік ерлердің иығына түсетін әдеті. Замана зобалаңғы Құрманғазыда от жалынымен шарпып бағады. Оның түрмеден қашқан, кісен ашқан, ертең кетем, боз қаңғыр, пәбескі, терезеден есіктен, боз шолақ, бұқтым, не кричи, не шуми, арба соққан, аман бол шешем, аман бол, қайра шешем сияқты күйлері замана басқа салған зобалаңның бір бекеті. Ол қатал тағдырдың кез келген талқысына өнерімен жауап беріп, өнерімен беріп қалып отырған.
жақсы қасиетін бойына сіңіріп, өшкен күй атасы, халқының тәуелсіздікке жетуін армандап, күймен әрлеген дәулескер аңыз күйші. Олай болса, алғы сөз Бөгетсай ауылдық мәдениет үйінің құрылым бөлім басшысы Тойкен Жанаберген Мырзахметұлына беріледі. Ұсталып, орда түрбесіне жүгініп тілейін деп тұрғанда, қайтып көріскеш қош аман болдыр қалқып деп, қош аман бол күйін тартыпты. Қыз Данайдың қырғыны, 1950 жылы Құрманғазы Жем өзенінің бойында Төлемұрат, Өтен Нарықбай ағаларымен барып, қыз Данайдың алып қайтады. Қыз соңына шапқын қуғыншыларды Құрманғазы отауға жібермей келгенін қағып түсіріп, қорғап тұрады. Шығармашылығына арналған кешімізді аяқтаймыз. Келесі кезгеше күн нұрлы болсын. Рахмет.